Сәлем достар, сіздермен болған Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы қарапайым отбасы бірінші бөлімі. Бұл серияны маған Назидока айтты. Мен қазір осы жерге персонажын қойып кетем. Міне осы Назидока айтты, осы Тока Тубер. Енді мен соның айтқанын орындап жатырмын. Если мен сериалымды көріп отырсаң, мінекей мен сенің сериалымды түсіріп отырмын. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик кетіңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Ал ендеше бастаймыз. Кеттік. Мен осы Жанеркемен бір комнатада тұра алмаймын, екеуміз именно ұрса береміз, еще өзі ұрыс шығарады. Әдемімен ұрысқысы келеді ғой, қараса енді қорылдап ұйықтап жатыр ғой. Адам нервісіне тиіп жақпайды маған. Еще ойыншықтармен ойнайды ғой, үлкен қыз болды ғой, мен сияқты болса болады ғой, боянып дегенде әдемі киімдер киіп, нервіме тиеді. Басқа комнатаға көшкім келеді. Бұл мен тұрғым келмейді. Тұр Жанерке. Шай бермейсің ба? Бар, шай демде. Жәнеде ғана таңғы ас іштіңдер ғой, неге шай іше бересіңдер? Енді шай ішкіміз келеді, бар шай демде. Шай неге іше бересіңдер? Жаз ғой, шайды қалай ішесіңдер? Маған жаз деген керек емес, қыз болса да шай іше беремін мен. Бар тез. Жарайды демдеймін. Мына жаңалықты көре қояйық десек, енді басталды. Көрмей-ақ қой, жаңалықты не істейсің сен? Өзім көрем. Әпке, неге оята бересіз? Ұйықтап жатыр қой. Ұйықтама. Ұйықтайтын болсаң, қорылдама, ұйықта. Адам нервіне тиіп, ұйықтап жатсың ғой, қорылдап. Енді қатты шаршаған соң қорылдаймыз да, өзіңіз де қорылдайсыз ғой, қатты шаршасаңыз. Өтірік айтпа, мен қорылдамаймын, сен сияқты. Вообще сен әлі кішкентай сияқты ойыншық ойнайсың. Енді не істеуім керек, мен кішкентаймын ғой, мені папа, мама айтады кішкентайсың деп. Кішкентай емессің, ұқтың ба? Бөпелерсің ба ойнайтын ойыншықта? Мен сияқты болмайсың ба? Боянып, әдемі киім киіп. Қойшы, маған ұнамайды. Менің өзім түрім ұнайды. Сізге ұнамайтын шығар өзіңіз түріңіз. Не демекшісің сен, а? Мен өзім түрім ұнайды, просто әрбір қыз боянады. Маған ұнамайды боянған. Және де сіз мені көре алмайсыз. Несіңді көре алмаймын, а? Білмеймін, бірақ көре алмайсыз. Мен көре алмаушық емес, мұқтың ба? Қойыңыз, өзіңіз ғой ұйықтап жатқанда. Оятып, әдейі оятты дейсің бе? Сосын мені әпкетайым деме. Менің атым бар, Айша деген. Неге айтты ғой мама, әпке деп айт деп. Оны тыңдама, мені Айша деп айт. Мен өзім білем ғой, мен әпке деме. Әпке десем жауап бермеймін. Оны мамаға айтыңыз, ұқтыңыз ба? Мен тыныш ұйықтап жатыр едім, өзіңіз ұрыс бастай бересіз. Сен ғой ұрыс бастаған, қорылдамай ұйықтасаң болады ғой. Енді қатты шаршаған соң қорылдаймыз да, не болсын жама қайталай беріп. Неге ұрсып жатсыңдар? Дауыстарың естіліп жатыр ғой. Мына қыз да мені оятып ұйықтап жатқан жерінен. Айша, неге өйтесің? Ұйықтап жатты ғой бұл. Өзі қорылдамай ұйықтасын да. Енді шаршаған соң қорылдайды ғой. Сен қатты шаршағанын білесің ба? Кеше қатты шаршап қорылдадың ғой. Мама, өтірік айтпаңызшы. Шын, әкеңнен барып сұра. Адамды ұятқа қалдырып, бекер бардым, кеше қатты шаршап кеттім. Болды қой, адамдарда сондай болып тұрады енді. Еще мынау айтады, мен әпкетайым деме, өзім атым бар дейді. Неге өйтіп айтасың, а? Жаныңды шығарайын ба барыңда? Қойыңызшы, енді мен өзімнің атым бар. Шынымен де Айша дей берсінші. Жарайды қызым, Айша дей бер, өзінен сондай ұнайды екен, Айша дей бер. Жарайды.
Болды ма? Қойыңдар, болды, ұрыспай. Мен ұйықтай берейінші. Басқа жерге барып ұйықташы, залға барып ұйықташы. Ойбай, неге? Онда сен залға бар, мен бармаймын, мен ұйықтаймын. Ұйқы бер, ұқтың ба? Мам сізге айтты ғой, басқа бөлмеге көшейінші деп, комнатаға. Мен бұл қызбен тұра алмаймын. Қой, ол сенің сіңілің ғой, Жанерке? Жоқ, маған ондай бауыр керек емес. Кейін өскенде түсінесіңдер, бір-бірлерін сағынасыңдар. Мен сағынбаймын. Қойшы, жұмысымды алып тұрсын, шай демдеуім керек. Ұрса бермеңдер. Жанутай, тұра ғой, жаным, менің қызым ғой, бұл менің. Пап, қалайсың? Жақсы, ұйқың қанып тұрды ма? Жоқ, ұйқым қанып тұрған жоқ. Не болып қалды, саған біреу тиісті ме? Анау сіздің қызыңыз сол тиісті. Кім? Айша ма? Иә, ол тиіспеуші еді ғой. Ол өзімен әдейі тұрғызды, ұрысу үшін. Іші пысып отыр ғой. Өзі айнаға қарап отыр, не істесем болады деп отқан шығар. Ұрысқысы келіп отқан шығар. Ол қызбен қазір сөйлесемін. Жаным, сол қазір ұйықтайсың, жарай ма? Жақсылап. Жарайды. Ендеше жүр кеттік шайға. Айша, сенімен сөйлесуім керек. Әке, енді осы дастарханның басында сөйлесу керек пе? Я, дастарханның басында сөйлесу керек. Ал айтыңызшы, не болып қалды? Жынданбай дұрыстап отырмын, мақыл, айтыңызшы. Сен неге менің қызыма тиісе бересің? Жанерке ма? Я, ойбай, мен оған тиіскен жоқпын. Өтірік айта бермесін, ішім пысып отырма, Жанерке. Қойшы, өтірік айтпаш. Жаңғыде маған тиістің ғой, әдейі оятып, ұрысқың кеп тұрды ғой. Енді әкеммен ұрыс, менімен емес. Қойшы, әке ол өтірік айта береді. Мен қызыма сенемін. Қалай өтірік айтып отырсың, Айша? Сен оны оятқызып ұрыстың ғой. Міне, мамаң да растап отыр. Бәлелеріңізден не болып кеткен? Жанеркеге жақ болып кеткенсіздер. Мені жақтыртпайтын секілдісіздер. Үнемі соны жақтайсыздар, қыдыртасыздар. Сені қашан қыдыртпап едік? Еще мені кейбір кезде шығармай қоясыздар. Енді түнде жүруге болмайды. Енді бұл қызға тиіспеуші болма, ұқтың ба? Тиіспе вообще. Бұл қазір ұйықтайды, сол кезде сен бөлмеге кірмейсің. Неге? Сол кірмейсің, ұйықтап алсын. Жарайды, шай ішпеймін, өздеріңіз іше беріңіздер. Керек шайларыңыздар. Не істедің? Қоя берші, сөйтіп келеді қазір. Привет. Қалайсың? Шүкір, жақсы, өзің? Жақсы. Не болып қалды? Көңіл-күйің болмай тұр ғой. Ашуланып тұрсың ғой. Араласпай қойшы, не қыласың? Отбасындағы енді проблемалар ғой. Айтсайшы, не болып қалды? Өзінше болып қапсың ғой. Нервыма тимейші, енді сен шықтың ба? Айтасашы, қазір босқа ұшып қаламыз. Сен сонда мені қорқытып тұрсың ба? Жай айтып атқаным ғой, кешірші. Жарайды, айта салайыншы. Ана, Жанерке деген қыз, менің сіңілім, вообще сіңілім дегенде келмейді. Мені жақтыртпайды өзі. Мені әкеме айтып, маған ұрсып берді әкем. Нервыма тиіп тұр. Менің бөлмеме кіргізбей қойды. Бөлек комнатаға шыққым келеді. Менде де сондай ғой, басында сондай болған. Бірақ сіңілім ондай емес болды. Мен сіңілімді жеп көремші, ұнамайды маған. Енді сендер қарапайым отбасысыңдар ғой, сондай болып тұрады. Не, бізді қарапайым деп отбасы. Шүкір,
өміріміз жақсы. Не, бай болсам бай бола бер. Ой, кешірші. Не кешірші, қойшы, пока, звондама енді маған. Кешірші. Вообще құршы бар өзі. Мен сынып отыр ғой, баямыз деп.